Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Қазір мен сіздерге білім классы электронды журналында стат есеп, яғни мониторинг қай сыныпта толтырмағанымыз 100% болған көрсететін боламын, өзіміз қалай көретінімізді. Білім классына кіреміз. Осы жерде қарап тұрсаңыздар, мониторинг бөлімі бар. Осы жерде мониторинг бөлімін басқанда сабақтарды өткізу, мұғалімдер деген бар. Осыны басамыз. Осы жерде қарасаңыздар, мына жерде күнді таңдайтын болады. Мысалы, 2 қыркүйекте, осы оқу жылында 2 қыркүйекте сабақ басталды. Бір рет басып, сосын мына жерден, мысалы, бүгін қазан айының 15-і болатын болса, біз 13-і аралығын көреміз. Бұл жерде 24 сағатта обновление болатындықтан біз бір күн шегереміз, 13 аралығын көреміз. Осы жерде қарап тұрсаңыздар, мысалы, қай жер толық емес. Мысалы, КТЖ барлығы толық. Мына жерде сабақты өткізу, мысалы, мына жерде 83% болып қарап тұрсаңыздар. Осыны біз қалай жүз қыламыз? Осының мына шет жағында қарап тұрсаңыздар, жасыл журналға өту деген бар. Осыны басамыз. Осы жерде қарап тұрсаңыздар, міне 7-сі, 10-і, 14-і, яғни бүгін 15. Осы күндерде сабақ өткізілді, басылмаған. Осыларды осылай сабақ өткізілді, басамыз. Сосын осы күндерге бағаланатын пәндер болса баға қоямыз. Мысалы, қазір бұл дене шынықтыру болғандықтан бұл жерге тек қана қай оқушы жоқ, соған жоқтама ғана қоямыз. Осы жерге жоқтама. Мысалы, ауырды, себепті, себепсіз. Сосын екінші тағы да қарап тұрсаңыздар, мысалы, мына жерде үй тапсырмасы. Үй тапсырмасы 83%. Бұл жерде біз қайсыған кіреміз? Бұл жерде біз КТЖ деген бар, сары қарап тұрсаңыздар 4 осыған кіреміз. Осы жерде міне 1-ші тоқсан бойынша КТЖ-ларымыз ашылды. Мысалы, үй тапсырмасын қай жерге жазбағасыз? Міне осы графаны қарап шығамыз. Қарап тұрсаңыздар, міне 7-сіне, 10-ына, 14-іне жазылмаған. Осы жерге біз жазамыз. Осылай жазып, өзіміз қарап тексеретін боламыз. Мына жерде баға қойып барлығымыз білеміз. Журналға өтуді басқан кезде жазылды, сабақ өткізуді басқан кезде, сабақтарды өткізуді бағасын қойып өтеміз.